Қазіргі уақытта бірқатар адамдар Жәнібек пен Керейді Қазақстанның ауқымды бөлігін басқарып отырған Әбілхайыр хандығынан бөлініп шыққан сепаратистер ретінде қарастырып елді бөлшектеді деп айыптайды. Бұл видеода Жәнібек пен Керейдің сепаратистер емес екендігін және елді бөлшектемегендігіне қатысты бірқатар анық дәлелдер келтіріп, бұл айыптың негізсіз екендігін айтатын боламын. Басқа да маңызды тарихи мәліметтерді менің видеосындағы Telegram каналыма өтіп көре аласыздар. Біріншіден, Алтын Орда құрылған сәтте Қазақстанның басым көпшілігі жошының үлкен баласы Орда еженнің үлесіне тиді. Ол аумақ тарихта Ақ Орда деп аталды, ал Орда ежен қазақ хандарының тікелей арғы-атасы болып табылады. Сондықтан 13 ғасырдың бірінші жартысында пайда болған Алтын Орданың кезеңінен бастап Қазақстанның басым көпшілігін қазақ хандарының, яғни Жәнібек пен Керейдің ата-бабасы 2 ғасыр басқарып келді. Екіншіден, Ақ Орданың соңғы ханы Барақ Жәнібек ханның әкесі болатын. Барақ хан қайтыс болғанда Ақ Орда тағына біздің Жәнібек хан отыруға тиіс болды. Дегенмен билікті жошының Шайбан деген баласынан тараған Әбілхайыр деген адам 1428 жылы басып алып, салдарынан Ақ Орда мемлекеті құлады. Сондықтан сепаратист болған Жәнібек пен Керей емес, Ақ Орда билігін құлатқан Әбілхайыр болды. Үшіншіден, Ақ Орданың құлауы қазақ халқына үлкен апат алып келді. Әбілхайыр өзін қолдағандардан әскер жасақтап, жан-жақтағы мемлекеттерге шабуыл жасады. Әбілхайыр көптеген шайқастарда жеңіске жетсе де, тоқтаусыз соғыстар қазақ тайпаларын әбден қажытты. Оны пайдаланып Үздемір Тайшы бастаған қалмақтар басып кірді. Соғыстардан қажыған қазақ тайпалары жеңіліске ұшырады. Қалмақтардан болған жеңіліс Әбілхайырдың ел алдындағы беделіне нұқсан келтірді. Халық тоқтаусыз соғыстарды ұйымдастыра беретін Әбілхайырдан шаршап, жаңа басшыны қалай бастады. Төртіншіден, Әбілхайыр билігін көптеген қазақтар қолдамады. Оны заңсыз билікті басып алған адам ретінде қарастырды. Көрші мемлекеттерге қайта-қайта қауіп төндіруіне байланысты оны көршілері жек көрді. Қазақ хандығының құрылуына ең негізгі себепкер Арғын тайпасы болды. Қыпшақтан шыққан Әбілхайыр батырларының бірі Қобыланды арғындар арасында ең құрметті билердің бірі Ақжолды өлтіріп кетуіне байланысты ашуланған арғындар Әбілхайырға барып Қобыландыны жазалауды талап етті. Бірақ Әбілхайыр өзін қолдайтын негізгі тайпалардың бірі Қыпшақтар болғандықтан, Қыпшақтардың өзіне қарсы келуіне сескеніп, арғындардың талабын орындамады. Оған ренжіген арғындар Жәнібек пен Керейге барып, Әбілхайыр бізге керек жоқ, сендер бізге хан болыңдар деп оларды қолдайтындығын мәлімдеді. Әбілхайырдан қауіптенетін Жәнібек пен Керей бұл ұсынысты қабылдап 200 мың адам болып Жетісуға, Моғолстанға қарай көшіп кетті. Саны көп арғындардың қолдауы Керей мен Жәнібекті айтарлықтай күшейтті және Әбілхайырдың билігінен шаршаған өзге де тайпалардың бұл көшке қосылуына түрткі болды. Көш тоқтамай қосылған адам саны күн өткен сайын толығып отырды. Моғолстан ханы Есенбұға оларға Қозыбасыдан жер сыйлап, қоныстануына көмектесті. Себебі жаңа айтқанымдай Әбілхайыр жан-жақтағы көршілермен соғысып, жауласып үлгерген болатын. Сондықтан Әбілхайыр мемлекетінің бөлініп, іштей әлсіреуін моғолдар қосқылдап қолдады. Екінші жағынан оларға қалмақтарға қарсы одақтас керек болды. Өздеріңіз байқағандай, Жәнібек пен Керей елді бөлшектеуші сепаратистер емес, керісінше сепаратист Әбілхайыр Жәнібекке қатысты билікті тартып алып, Ақ Орда мемлекетін құлатты. 40 жыл ел басқарып, негізден соғыспен айналысып, елдің берекесін қашырды. Ақыр соңында халықтың өзі Жәнібек пен Керейге хан болыңдар деп өтініш білдірді және өз еріктерімен Жәнібек пен Керейге қосылды. Жәнібек пен Керей өзара сыйласып, ел басқаруда мен отырам деп таққа таласпады. Бұл жағдайлар олардың екеуі де билік құмар емес екендігін білдіреді. 1468 жылы Әбілхайыр қайтыс болған соң оның мұрагерлері Шах Хайдар, артынша Мұхаммед Шайбан хан қазақ хандарымен ауыр соғыстар жүргізіп, үлкен қан төгістер болды. Соңында бұрындық хан Мұхаммед Шайбан ханмен тағы 30 жыл соғысып, оларды 1500 жылы Мәуереннахрға қарай ығыстырып жіберді. Мұхаммед Шайбан ханды қолдаған қазақ тайпалары Қазақстаннан шығып, Әмір Темір мемлекетін жаулап алып, Бұхар хандығының негізін салды. Яғни осы екі әулеттің өзара соғыстан қазақ екіге бөлініп, 150 мың адамнан құралған бір тобы көшпелі өзбек деп аталып Мәуереннахрға көшіп, ол жақтағы өзбек тәжіктердің арасында сіңіп кетті.